Адамдарды ұрып соғу, зорлау, тамақ пен су бермеу, жасамаған қылмысты мойынға ілу және 30 мыңнан артық адамның азапты өлімі. Бұның барлығы Сирияның бұрынғы президенті Башар Асадтың Сидная түрмесі. Қалайша дәрігер-офтальмолог аяқ асты президент болып, ғасырдың 1/4 бөлігін алған билігі қалай аяқталды? «1970 жыл. Әскери төңкерістің нәтижесінде Сирияда билікке Башар Асадтың әкесі Хафиз аль-Асад келеді. Президенттіктен айырудан қорыққан Хафиз өзінің аса қаталдылығымен танылды. Қарсы келгендерді бірден жоқ қылуды әдетке айналдырып, 1981-1986 жылдар арасында үлкен құрылыстың нәтижесінде Сидная түрмесі пайда болады. Кейін халық арасында бұл түрме адам сою алаңы деп аталып үлгереді. Көп ұзамай алғашқы адамдар қамала бастаған. Дәл осы кездерде Хафиз жас емес еді. Содан өзіне мирасқорын дайындайды. Бұл рөлге үлкен ұлын Басилді таңдап, жастайынан экономикалық және әскери салаға жақындататын. Пропаганданың күшімен Басил аль-Асадты халықтың жанашыры, ержүрек, президентке лайықты тұлға етіп көрсеткен. Бірақ шын өмірде өзінің қатыгездігімен есте қалады. 1994 жылы әуежайға асығып, өз Мерседесін 200 км/сағатынан асырып, тұманнан жол апатына түсіп, сол жерде көз жұмады. Хафизге тез арада жаңа мирасқор керек болып, бұл рөлге кіші ұлы Башар тағайындалады. Дәл осы кезде 29 жасар Башар офтальмолог боламын деп Лондонда оқып жатқан еді. Жаңа мирасқор тез арада отанына қайтып, мемлекетті басқаруға дайындала бастайды. Кейін әскери академияны оқып, лауазымды орындарда отырып үлгереді. 2000 жылы президент Хафиз дүниеден өтіп, референдумның нәтижесімен Башар Асад билікке келеді. Бастапқы уақытта жас президент халық жанашыры сияқты көрінетін. Тіпті адамдар оны Сирияны жарқын болашаққа әкелетін басшы деп үміттене бастайды. Бірақ Башар үкіметтегі бәсекелестерінің көбейіп жатқаннан бүкіл қарсыластарын жоқ қылуға бағытталады. Осы кезде жаңа президент әкесінен қалыспайтын диктатор болатыны белгілі болды. Кез келген билікпен келіспеушілік бірден репрессия және қамаумен аяқталатын. Осылай 2010 жылы араб көктемі деп аталатын жұма мемлекетті қамтыған төңкерістер басталады. Көптеген жыл билікте отырған бірнеше басшылар құлатылып, ал кейбірі тіпті өлтіріледі. Ал Сирияда осы кезде салыстырмалы түрде тыныш еді. Бірақ 2010 жылдың басында Башардың билігіне де қарсы шерулер орын ала бастады. Алайда нағыз көтеріліс бірнеше айдан кейін болады. Бірнеше оқушы мектеп қабырғасына "Сен келесі доктор" деп жазып кетеді. Ол сөздер мамандығы бойынша офтальмолог болған Башар Асадқа арналатын. Полиция балаларды тез арада ұстап алып, ұрып соғып азаптайды. Ата-аналары балаларын босатуын талап еткенде, полиция осылай жауап береді: "Балаларыңды ұмытыңдар, керек болса басқасын туа саласыңдар." Көп ұзамай мыңдаған адамдар шеруге шығып, мемлекеттің қатал саясатын өзгеруін талап етеді. Полиция іске қосылып, бірнеше адам көз жұмады. Бірақ халық қорқып тарап кетуінің орнынан одан ары көбейе түсті. Көтеріліс бүкіл Сирияға жайыла бастады. Полицияның күші енді жетпей жатқанда Башар әскерді іске қосқан. Бірақ әскердегі біршама сарбаз және офицерлер өз халқына қарсы шықпаймыз деп дезертирлікті таңдайды. Әскерден қашқандардың өздерімен бірге отбасыларын түрмеге қамап азаптайтын болды. Осылай келесі жылы бұл жағдай нағыз азаматтық соғысқа айналып кетті. Елдің ішінде үлкен қантөгіс болып, миллионнан артық адам өз үйлерін тастап, басқа елдерге кетуге мәжбүр болды. Халықаралық ұйымдар Сирияның мәселесін шешпекші болып, Башардың биліктен кетуін талап етпекші болғанда, Ресей Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіндегі бірнеше резолюцияға тосқауыл қояды. Осылайша Башар Асад Ресейдің көмегімен билікте қалған. Ал Сириядағы азаматтық соғыс одан ары күшейіп, 10 миллионға жуық адам үйінен айырылып, қарапайым халыққа жейтін тамағы мен ішер суы жетпей жатты. Ал 2013 жылы әскер Зарин деп аталатын газды шашып, мыңдаған жазықсыз көз жұмады. Олардың арасында өте көп бала бар. Билігін одан ары нығайту үшін Башар 2015 жылы Ресей әскерін Сирияға кіргізіп, соғыс 2024 жылдың соңына дейін жалғасып, 500 миллиондай адам көз жұмып, 2 миллионы ауыр жарақат алған. Ал 6,5 миллион сириялықтар бөтен елде босқын болуға мәжбүр болады. Осылай 2024 жылдың желтоқсанында оппозициялық күштер бірнеше қаланың билігін өз қолына алып, әскерден оппозицияға көшу үрдісі орын алып жатты. Билікке ең жақын деген лауазымды адамдарына
бәрі жақсы болады, жақында Ресейден көмек келеді деп алдап, соңғы сәтте Сирия президенті Башар Асад Ресейге ұшақпен қашып кетеді. 2024 жылдың 8 желтоқсанында оппозициялық күшпен Дамаск алынып, 50 жылдан артық билікте болған Асад әулетінің режимі құлады. Достар, қосымша табыс көзі ретінде курьер болғыңыз келсе, сізге InDrive'ты ұсынамын. Толығымен еркін график және басқа курьерлік платформаларға қарағанда тапсырысты өзіңіз таңдай аласыз. Яғни жұмыстан немесе оқудан қайтқанда үйге қарай заказ алып кетсе болады. Ал жұмыс жасау үшін арнайы киім немесе үлкен, ыңғайсыз термосумка керек емес. Бар болғаны қолыңызда смартфон болса болды. InDrive'ке тіркелу үшін сипаттамадағы және алғашқы комментарийдегі сілтемеден өтіңіз. Сириялықтар бірден түрмеде жазықсыз отырған жақындарын құтқаруға ұмтылады. Осы кезде бүкіл әлем бұрын аңыз ғана болған адам сою алаңы, яғни Сидная түрмесін көреді. Темір тордың арғы жағында ер адамдардан бөлек әйел мен балалар да қамалыпты. Балалар қайдан жүр десеңіз, осы жердегі әйел адамдарды түрме қызметкерлері зорлап, осыдан бала пайда болып, туылған сәби ешқашан бостандықты көрмеген. Кейбір тұтқында отырғандар 1987 жылы түрме жаңа ғана пайда болғанда қамалып, әлемде не болып жатқаннан толық бейхабар еді. Кейбірі Башар Асадтың әкесі әлі билікте, ал құтқарушылар Саддам Хусейннің адамдары деп қалады. Соншалықты бұл адамдар бүкіл әлемнен бейхабар күйде қамалып отырды. Видеода көрсетілген бұл әже 85 жаста және өмірінің 40 жылы осы түрмеде өткен. Біршама тұтқындар қаншама жылға созылған азапқа шыдай алмай, ақылын жоғалтып алды. Қамаудағы отырған көптеген адамдар компьютерлік системамен жабылған бөлмеде екені анықталады. Олардың көмек сұрап жатқан дауыстары естіліп жатты, бірақ есікті ашуға ешқандай мүмкіндік болмай жатты. Ақыры Түркияның жіберген жедел құтқару жасағының көмегімен қабырғаларды жарып, тұтқындар бостандыққа шықты. Ал енді Сиднаяда болған азапты айтатын болсақ, осы жерге жаңа түскен адамдар танысу кешінен өтетін. Бұл деген тұтқынды бүкіл түрме қызметкерлері өлелгенше соғуы. Камераларының бірінде терезе болса, басқалары жарқысыз қамалатын. Қыста тым суық, ал жазда тым ыстық. Жасалмаған қылмысты мойындату үшін түрлі азаптар жасалатын. Өкінішке орай, YouTube заңы бойынша зорлық-зомбылықтың сипатын айта алмаймын. Видео блокировкаға кетуі мүмкін. Осымен тоқтамай, дінмен алысу орын алып отырды. Ла илаха иллаллах, яғни Алладан басқа құдай жоқ деген калимадағы Аллах дегеннің орнына Башар деп айтқызатын. Ойлап көріңізші, мұсылманға Башардан басқа құдай жоқ деп айтқызатын. Жалпы Сидная түрмесіне түскендердің 70% тірі қалмайтын. Ал осыншама көп мәйітті не істеген десеңіз, басында жақын жердегі ауылға көміп тастайтын. Ал өліктер саны өскенде адам жоқ жерлерде үлкен жаппай бейіттер жасалатын болды. Кейін түрме территориясында крематорий пайда болып, денелер өртенетін болды. Осымен тоқтады десеңіз, қателесесіз. Мәйіттерді езетін арнайы пресс болғаны анықталды. YouTube'та неше түрлі заттарды езетін пресс сияқты. Осылай езілген дененің қалдықтарын қышқылға лақтыра салатын. Кейбір деректер бойынша осы пресске тірі адамдарды да салатын. Ал енді көп жерде айтылмаған ақпарат. Көбі Сидная бұл Сириядағы жалғыз осындай түрме деп ойлайды. Алайда соңғы ақпарат бойынша осы сияқты 27-ден артық түрме бар екені дәлелденіпті. 2021 жылдың наурызы мен 2024 жылдың желтоқсаны арасында осы 27 түрме желісі арқылы 136.614 адам өткен. Оның ішінде 3.698 бала және 8.504 әйел. Танысып қойыңыз, бұл Мазан Аль-Хамад. Кезінде соғыс үшін нәрестелерге смес жетпей жатты. Сәбилер аш қалмасын деп, заңсыз түрде смес өткіземін деп ұсталып қалады. Осылай көптеген азапты көріп, кейін бостандыққа шыққан Мазан Европаға қашып кетеді. Европалықтарды Башар Асадтың режимімен бір нәрсе жасауға шақырып жүрген. Басында оның сөзін тыңдап, көпшілікке жағдайды жеткізуге көмектесетін. Кейін көмек тоқтап, тіпті Нидерландық банк картаны блокировкаға жіберіп, Мазан далада қалады. Осы кезде отанына қайтудан басқа амал қалмады. Сирия әуежайынан түскен бойда полиция Мазанды белгісіз бағытта алып кетеді. Сол 2020 жылдан бері оны ешкім көрмеген. Тек 2024 жылы оппозиция Сиднаяға басып кіргенде көптеген азап көрген Мазанның мәйіті табылады. Оппозиция басып кіруіне бірнеше сағат қалғанда көз жұмған көрінеді. Осылай Мазан Аль-Хамад
адам сою алаңының, яғни Сиднай түрмесінің ең соңғы құрбандарының бірі болды. Адамдарды қамау, азаптаудан басқа қылмыс болмады деп ойласаңыз қателесесіз. Азаматтық соғыс жаңа басталған кездерде Башар Асадқа үлкен мөлшерде қаражат керек болатын. Осы кезде жасырын түрде Каптагон деп аталатын нашаның үлкен өндірісі басталады. Осылай бүкіл әлемдегі Каптагонның 80% Сирияда жасалып, бүкіл әлемге осылай заңсыз түрде жеткізілетін. Техниканың ішінде, жиһаздың ішінде, жемістер, кәмпит, кез келген нәрсенің ішіне жасырып сататын. Шикізатқа $200 ғана жұмсап, одан $50 миллион наша жасайтын. Ал осы арам бизнес Башар Асадтың туған бауыры Махер Асадтың қолында болды. Махер бұдан басқа өзінің аса жауыздығымен танылып үлгерген. Келіп жатқан сұмдық ақшаны және мемлекеттік мүлікті Асад әулеті өздеріне сарайлар жасап алуға жұмсайтын. Ол аз болғандай Башардың құпия болған көліктер коллекциясы табылды. Оның ішінде Ferrari F430, Lamborghini Diablo, Aston Martin Rapid, Bentley Continental GT, Rolls-Royce Ghost және тағы да басқа аса қымбат көліктер. Машиналар Ресейде арнайы тапсырыспен, алтынмен, бағал металл және материалдармен қапталып, оқ өткізбейтін қорғаныспен жабдықталған. Ал Сирия халқы осы кезде аштықтан қиналып жатты. Президенттің қашуына қайта оралсақ, билік қолынан кетіп бара жатқан сезген Башар алдымен әйелі мен балаларын Ресейге жіберіп, кейін өзі де құпия түрде ұшып кетеді. Оның мемлекеттен қашатынын ең жақын туыстары да білмеді. Тіпті туған бауыры Махерді де лақтырып кетті. Бірақ ол соңғы уақытта қашып үлгерген. Алайда немере ағасы ұсталып, ашулы халықпен дарға асылады. Башар болса кейбір деректер бойынша өзімен $135 миллиард алып кетті. Бұл ақпарат шын болса, қашқын президент әлемдегі ең бай адамдар қатарына автоматты түрде кіреді. Қазір ол Мәскеудегі Москва-Сити бизнес орталығында алдын ала сатып алынған пәтерде отыр. Дәл осы уақытта Сирияның жаңа үкіметі мен Ресей арасында келісімдер өтіп жатыр. Сирияның талабы Башар Асадты жазалау үшін қайтарып әкелу, соғыстан алған зардап үшін өтемақы төлеу. Сол үшін Сирияның үкіметі Ресей әскерінің базаларын қалдыруды ұсынып отыр. Ресей әлі шешімді қабылдау үстінде.